Бөрлі ауданының Достық үйінде украин тілі мен жазуының күні атап өтілді. Достық үйінің ұйымдастыруымен өткен шарада этномәдени бірлестіктерінің, аудандық демалу орталығының өкілдері және басқа да қонақтар қатысты. Қазақстан көпұлтты мемлекет. Елімізде 150-ден аса ұлт өкілдері тұрады. Мемлекет саясаты Қазақстан халқының теңдігін нығайтуға бағытталған. Бұл саясат Бөрлі ауданында да жүзеге асырылып жатыр. Мұндағы әр ұлт өкілдерінің өз салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары бар, және оларды сақтай отырып, бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатыр. Межнациональное согласие – главное условие развития страны. Халықтар арасындағы бірлік ұлттық құндылықтардың бірі. Біз тәуелсіздігіміздің құндылығы, патриотизм, ұлттық рухани өзегіне айналған біртұтас ұйымшыл халық атандық. Бүгінде Қазақстан көпұлтты мемлекет. Соған байланысты біз бүгін Украин халқының тілі мен жазуы күніне орай мерекелік шара ұйымдастырдық. Хуторок Украин этномәдени бірлестігінің өкілі қатысушыларды құттықтап, өлең шумақтарын оқып берді. Поселились наши предки, украинцы, россияне, белорусы тут нередко. Степь просторна и свободна, народ больше кочевой. С местным людом подружились, на порядок у всех свой. Менялась власть, беда, страдания, народ сплотила на века. Беда всегда намного легче, когда есть помощи рука. 30 лет в стране свободной, для истории момент. Гарант дружбы и свободы в стране нашей президент. И то, что в Бога верим мы, дружить нам вовсе не мешает. Когда и где кому молиться, каждый по-своему решает. Много наций в Казахстане, видим разные молиться, но одно для всех нас небо, Шанырак, одна столица. А дом дружбы для района, то великий, том прогресс. Много этносов приходит, и у всех свой интерес. Украинцы, все народы, пришли нынче показать и обряды наших предков, и о жизни рассказать. То, что здесь и здесь узнают, для нас будет что урок. Это этнос украинцев, наш названием Хуторок. Аудандық демалу орталығының өкілі Ұлан Рамазановы қатысушыларға өз тілегін арнап, украин тілі мен жазуының күнімен құттықтады. Хуторок Украин этномәдени бірлестігінің өкілі Алла Вовк өз халқының салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының сақталуына, дамуына зор үлес қосуда. Ұлттық нанмен келіп, қатысушыларға украин тілінде сәлем берді. Наталья Логвинова талантты ісмер, кесте тігу сүйікті ісіне айналған. Мерекелік шараға да құрғол келмепті. Бұл жерде Наталья Александровнаның жұмыстары қойылған көрме ұйымдастырылды. У меня вышивка крестом. Это мое хобби. Бүгінгі шараға өз жұмыстарымды алып келдім. Крест пен тігу менің сүйікті ісім. Айналысып жүргеніме 15 жыл болды. Зейнетке шығып, бос уақытым көбейді. Бос отырмайын деп кесте тігіп бастадым. Әрине, мынадай нәтижеге бірден қол жеткізбедім. Қазір жұмыстарыма қарасам, көз қуантады. Еңбек ардагерлерінің халық хоры шараның сәнін ашты. Бұл хор Бөрлі ауданында ғана емес, басқа аудандарда да өнер көрсетіп, дәстүрлі өнермен тыңдармандарын қуантып жүргеніне 30 жыл толды. Алексей Мирошниченко басшылығымен сүйікті халық әндерін орындап берді. Қатысушылар көтеріңкі мерекелік көңіл күйде болып, бір-біріне шынайы тілектерін жаудыртып, әдемі отырыс өткізді. Анаргүл Көшербаева, Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.